Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. Бүгінгі сабақта сіздер натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеуді үйренесіздер. Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу ережені еске түсірейік. Натурал санды жай көбейткіштерге жіктеу дегеніміз, оны тек қана жай сандардың көбейтіндісі ретінде жазу. Мысалы, 35 санын алайық. 35 бізде құрама сан, және 35-ті 5 пен 7-нің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Ережеге сай 5-те 7-де бізде жай сан болып табылады. Тағы да бір мысал, 77 саны. 77 бізде құрама сан, және 77-ні 7 мен 11-дің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Тексерейік, ереже бойынша бұнда да 7-де 11-де жай сан. Айталық, 56 саны. 56 бізде құрама сан, оны 7 мен 8-дің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Назар аударайық, 7 бұл жерде жай сан, ал 8 құрама сан. Демек, әрі қарай 8-ді жіктейік. Сонда 8-ді 4 пен 2-нің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Тексерейік. 7 жай сан, 4 құрама сан, 2 жай сан. 4-ті әрі қарай жіктеу керек. Сонда 7, 2, 2 және 2-нің көбейтіндісі. Тексеретін болсақ, бұл жерде барлығы да жай сандар. Ал енді натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеудің екі тәсілін қарастырайық. Бірінші тәсіл, ережені оқиық. Берілген натурал сан екі көбейткіштің көбейтіндісі түрінде жазылады. Егер көбейткіштердің ішінде құрама сандар болса, ол жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазылады. Мысалы, 60 санын алайық. 60-ты 15 пен 4-тің көбейтіндісі ретінде жазып аламыз. Байқасаңыздар, 15-те 4-те құрама сан, 15-ті өз кезегінде 3 пен 5-тің көбейтіндісі ретінде жазып аламыз. 3 бізде жай сан, 5-те жай сан. 4-ті де дәл солай 2 мен 2-нің көбейтіндісі ретінде жазып аламыз. Енді рет-ретімен көбейтінді түрінде жазайық. Сонда 2, 2, 3 және 5-тің көбейтіндісі ереже бойынша еске түсірейік. Қайталанып тұрған көбейткіштерді дәреже түрінде жазуға болады деп айтқанбыз. 2 бізде 2 қайталанып тұр, демек дәреже түрінде жазсақ, 2-нің квадраты 3 және 5-тің көбейтіндісі болады. Тағы да бір мысал қарастырайық. Айталық, 225 санын 9 бен 25-тің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. 9-ды әрі қарай жіктейтін болсақ, 3 пен 3-тің көбейтіндісі, ал 25-ті жіктесек, 5 пен 5-тің көбейтіндісі. Енді көбейтінді түрінде жазайық. Сонда қайталанып тұрған көбейткіштерді дәреже түрінде жазамыз. 3-тің квадраты мен 5-тің квадратының көбейтіндісі. Ал енді жіктеуіміздің екінші тәсілін қарастырайық. Ереже натурал сандардың бөлінгіштігін пайдаланып, құрама сандарды жай көбейткіштерге баған түрінде жіктеу. Мысалы, 270 санын баған түрінде жіктейік. Біз білеміз, ең кіші жай сан ол 2. Сондықтан бұл жерде 270-тің соңғы цифры жұп болғандықтан 2-ге бөлуден бастауға болады. 2-ге бөлемін жауабы 135. 135 бізде 3-ке бөлінеді. Жауабы 45. 45-ті әрі қарай 3-ке бөлеміз. 15. 15-ті тағы да 3-ке бөлеміз. 5. 5 ол жай сан, сондықтан 5-ті 5-ке бөлеміз. 1. Жіктеу аяқталды. Байқасаңыздар, баған түрінде жіктеген кезде оң жағында тек қана жай сандар, ал сол жағында біз сол жазғандарымыздың нәтижесін жазып отырамыз. Ең соңында 1 шыққан кезде жіктеу аяқталды деп есептеледі. Бұл жерде есе сақтаңыздар, мына жіктеген кездегі жай көбейткіштерді қайттан көбейтсек, 270-тің өзі шығу керек. Сонда жіктелу дұрыс жасалды деп есептеледі. Енді көбейткіштерімізді көбейтінді түрінде жазамыз, және қайталанып тұрған көбейткіштерді дәреже түрінде жазып қоямыз. Мынау біздің жауабымыз. Келесі мысал, 390 санын баған түрінде жай көбейткіштерге жіктейік. Бұнда да соңғы цифры 0 жұп болғандықтан 2-ге бөлуге болады. 2-ге бөлемін
195, ары қарай 3-ке бөлемін 65, 65-ті 5-ке бөлемін 13, ал 13 ол жайсан болғандықтан өз-өзіне бөлемін, жауабы 1. Жіктеу аяқталды. Тексереміз, оң жағындағы барлық сандарымыз жайсан болып табылады. Енді осы жіктеген жайсандарымызды көбейтінді түрінде жазамыз. Бұл жерде қайталанып тұрған сандар жоқ, сондықтан дәреже түрінде жазбаймыз. Ал енді тапсырмаға көшейік. Сандарды жай көбейткіштерге жіктеңіз. Бізге 350, 210 және 425 сандары берілген. Баған түрінде жіктейік. Бұнда да соңғы цифр жұп болып тұр, сондықтан 2-ге бөлуден бастаймыз. 2-ге бөлсем 175, 175 5-ке бөлінеді, 35, 35-ті 5-ке бөлемін 7, 7 ол жайсан болғандықтан өз-өзіне бөлемін, жауабы 1. Жақсы, жіктеу аяқталды. Көбейтінді түрінде жазамыз, және ұмытпай қайталанып тұрған көбейткіштерді дәреже түрінде жазамыз. Келесі санымыз 210. Бұнда да 2-ге бөлуден бастаймыз. 2-ге бөлемін 105, 105-ті 3-ке бөлемін. Еске түсірейік, кез келген сан 3-ке бөліну үшін қандай белгі болу керек? Мына 105-тің құрамындағы барлық цифрларды қосамыз. 1 қосу 0, қосу 5, 6. 6 3-ке бөлінсе, демек 105 те өзі 3-ке бөлінеді. Жалғастырайық. 3-ке бөлсем 35 шығады, 35-ті 5-ке бөлемін 7, 7-ні өзіне бөлемін 1 шығады. Жіктеу аяқталды. Енді жай сандарымызды көбейтінді түрінде жазып қоямыз. Келесі мысалымыз 425 санын жай көбейткіштерге жіктейік. 425-тің соңы 5-пен аяқталып тұрғандықтан, оны 5-ке бөлуге болады. 5-ке бөлсек 85, 85-і де 5-ке бөлеміз 17, 17 жайсан болғандықтан өзіне бөлеміз, сонда 1 шығады. Жіктеу аяқталды. Енді жауабын көбейтінді түрінде жазатын болсақ, 425 дегеніміз 5, 5 және 17-нің көбейтіндісі. Ереже бойынша қайталанып тұрған көбейткіштерді дәреже түрінде жазайық. Сонда 5-тің квадраты және 17-нің көбейтіндісі. Ал енді өткен сабақта танысқан шырша әдісін қолданайық. Айталық, бізге 588 санын жай көбейткіштерге жіктеу керек. Шырша әдісін еске түсірейік. Бұл жерде де соңғы цифрымыз жұп болғандықтан 2-ге бөлуге болады. Яғни 588-ді 2 мен 294-тің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. 2 ол жайсан, яғни өз күйінше қалады, ал 294-ті әрі қарай жіктейміз. 294-ті де 2 мен 147-дің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. 2 жайсан тұра береді, 147-ні әрі қарай жіктейміз. Ол 3 пен 49-ның көбейтіндісі. 3 бізде жайсан қала береді, 49-ды әрі қарай жіктейміз. 49-ды 7 мен 7-ның көбейтіндісі ретінде жазамыз. 7 ол бізде жайсан. Яғни жіктеу аяқталды. Енді барлық көріп тұрған жай сандарымызды көбейтінді түрінде жазайық. Жауабы келесі түрдегідей болады. Ереже бойынша қайталанып тұрған көбейткіштерді дәреже түрінде жазайық. Бізде 2 саны 2 рет және 7 саны 2 рет қайталанып тұр. Жауабы 2-нің квадраты 3 және 7-нің квадратының көбейтіндісі шықты. Келесі мысал 750 санын жай көбейткіштерге жіктейік. Бұл жерде 750 санын 2-ке бөлуден бастауға болады, немесе 3-ке бөлуден бастауға болады. Мысалы айталық, 3-ке бөлуден бастайық. 3-ке бөлінгіштік белгіні бір қайталайық. Кез келген сан 3-ке бөліну үшін, ол санның құрамындағы цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Тексерейік. 7 қосу 5 қосу 0. Жауабы 12. 12 3-ке бөлінеді, демек 750 де 3-ке бөлінеді. Жүктеуімізді бастайық. 750 дегеніміз 3 пен 250-дің көбейтіндісі. 250-ді өз кезегінде 2 мен 125-тің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. 2 бізде жайсан, сондықтан өз күйінше қалдырамыз, ал 125-ті әрі қарай жіктейміз. 125-тің, назар аударайық, соңғы цифры 5 болып тұр. Демек, оны 5-ке бөлуге болады. Демек, 125 дегеніміз 5 пен 25-тің көбейтіндісі.
5 дегеніміз бұл жерде жай сан, ал 25-ті әрі қарай жіктейміз. 25 5 пен 5-тің көбейтіндісі. Жіктеу аяқталды. Байқасаңыздар, барлығы бізде жай сандар. Ал енді осы жай сандарымызды көбейтінді түрінде жазайық. 2, 3 және 5 саны 3 рет қайталанып тұр. Бұл жерде қарайтын болсақ, 5 санын дәреже түрінде жазуға болады. Жауабын оқиық. 2, 3 және 5-тің кубының көбейтіндісі. Келесі тапсырма. Ауданы 49 см квадрат болатын квадраттың қабырғалары жай сандармен өрнектеледі. Квадраттың өлшемдерін табыңыз. Яғни бізге квадрат фигурасы берілген, ауданы 49 см квадрат, ал біз білеміз, квадраттың ерекшелігі оның қабырғалары бір-біріне тең болады. Сондықтан А және А әріптермен өрнектедім. Еске түсірейік, квадраттың ауданын табу үшін біз А-ның квадраты деген форманы қолданамыз. А квадрат дегеніміз білеміз, А-ны өз-өзіне көбейту. Бұл жердегі А көбейту А деп тұрғанымыз бұл қабырғаларының бір-біріне көбейтіндісі. Енді бұл жерде сіздер айтуларыңыз мүмкін, бұл жерде ауданы 49 см квадрат болса, онда қабырғалары кез келген сандар болуы мүмкін деп. Бірақ біз натурал сандарды жай көбейтгішке жіктеу ережесін қолдана отырып, біз 49-ның тек қана 7 мен 7-нің көбейтіндісі ретінде жіктелетінін байқаймыз. Тіпті өздеріңіз тексеріп көретін болсаңыздар, қандай екі санның көбейтіндісі 49-ға тең? Әрине, 7 мен 7-нің көбейтіндісі 49-ға тең. Сонда бұл жіктеудің арқасында біз квадраттың қабырғасы 7-ге тең екенін табамыз. Жауабын жазып қойық. Квадраттың қабырғасы 7 см. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызда біз натурал сандарды жай көбейтгішке жіктеудің тәсілдерін қарастырдық және сол тақырыпқа қатысты есептер шығардық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.